Ильяс Есенберлиннің қаһарамандағы бүліншілік эпилогынан үзінді. Қазақ ханы, Кенесары хан сарайы, сахнада Кенесары хан ой үстінде. Хан ием, өздеріңіз бен батырларыңыз келіп тұр. Кірсін! Кеше мен бір түс көрдім. Түс емес ау, өзімнің ажалымды көрдім. Соның жортуын сұрайын деп едім. Түс деген түлкінің боғы болады, хан ием. Оны жортып не қыласыз? Жоқ, түсім демеңдер, өңім деді. Жақсы, айттыңыз. Айтсам, алдымда Төрегелді манап басқарған Қалиғұл жасағы тұр екен. Қолға түсіппін. Ар жағы шым-шытырық. Біреу жылап, біреу күлген тәрізді. Бір уақытта қарасам, сыңсыған жау ортасында тұрмын. Мен иманымды айтып, Аллаға жалынғаннан гөрі, басымнан өткен өмірімді, үзеңгілес достарымды, қатын баламды есім алып, Қалиғұлдың қолындағы қылышқа басымды тоса бердім. Япырмай, қазақ түсінде өлген адам кірсе, ұзақ жасайды дейді, хан ием. Ұзақ жасарсыз кенеке. Әлгіден кейін де бірдеңе көрдіңіз бе? Өзім өлсем де, бәрін естіп көріп жатырмын. Қалиғұл манап басымды қоржынға салып ала жөнелді. Неше күн, неше түн жүргенімді білмеймін. Бірақ күздің суығында Ақпатша тұратын салтанатты қалаға жетіппіз. Менің басыма қырдың қарақшы сұлтаны Кенесары Қасымұлының басы деп таңба салып, сан түрлі суреттер, тас мүсіндер тұратын кен сарайға қоя берді. Менің қу басым өрімтаж дей ме, ерімтаж дей ме, жұрт тамашалайтын кен сарайда тұра берді. Ойпырмай кенеке, қайда жоқты айтып кеттіңіз ғой. Түс деген ол сандырақ емес пе? Қайтесіз оны есіңізге түсіріп, қалсын бәлекет сол бетімен түс болып. Егер болашағым дәл осы түсіндей болса, қандай ақыл айтасың да? Ақыл біреу ақ. Не болса да, патша үкіметінің айтқанына көнген жөн. Арқа жерінен кетпеу керек. Түс жоруына қарасам, алдымызда тек бір ажал бар. Әлі де болса ойлансақ кенеке. Арманыма жету үшін орта жолда ажал тұрса, одан қорқып бас тартпан. 18-імде найза ұстап, жауға шапқанымда түбі осы жау қолынан өлетінімді білгенмін. Несіне ойлан дейсің маған? Артыңызда ерген жұртыңыз бар ғой. Оның тағдырын қайтесіз. Егер жұрт туған жерінен айырылғысы келмесе қайтеміз? Атта жал, адамда қам жоқ. Біз қозғалып суға жеткенше қыс болады. Қыста бір, жауда бір. Қосып қырылғанша жауды атамекен жерімізде тосып алған жөн. Ең болмаса көңілсіз қалмай, көшудің қажеті жоқ. Не малтан кезіп отырсың, Тәуке батыр. Жерінен, суынан айырылған халқына кенекең әлі де болса жауға жеңілмейміз, соңымнан ел деп отырғанда. Бүгінгі ел басына туған ауыртпалықтан қорқып, кері шегінейін дедің бе? Баған салсам, қарамағымдағы барлық халық дертіп шуға көшуге бардым. Туған жерім деп Ақпатшаға кеткен қайырымсыз жерді қайтарып алар жайым жоқ. Олай болса не тұрыс? Бәрі де қара қазан, сары баланың қамшын. Қамданыңдар, уа батырларым, қолға хабар беріңдер. Жаратқан ием жар болсын. Әумин! Бұл көш шығысқа шабуылдан бастап 600 жылдан астам өзінің жері, суы, тәуелсіздігі үшін күрескен қазақ атты көкшіпетті көкжалдардың ең соңғы ұлы көшеді. 2 жыл өтпей хан кененің көрген түсі дәл өніндегі де кеп, ол Кекілтаудың баурайынан ажал тапты. Автор сөзін оқыған 9-шы сынып оқушысы Нұрғалиева Дильназ. Кенесары Қасымұлы рөлін ойнаған 11-ші сынып оқушысы Желдібаев Мейрамбек. Уәзірлер рөлін ойнаған 8-ші сынып оқушысы Қуанышбекқызы Ахмет, 9-ші сынып оқушысы Айтқазы Зарина. Хабаршы рөлін ойнаған 11-ші сынып оқушысы Қабдығалиева Дина. Әбілғазы рөлін ойнаған 11-ші сынып оқушысы Жакенов Мақсат. Иман Батыр рөлін ойнаған 11-ші сынып оқушысы Түсіпханова Әсем. Таймас рөлін ойнаған 9-шы сынып оқушысы Ильясов Мейір. Тәуке Батыр рөлін ойнаған 11-ші сынып оқушысы Көпжасар Тауасар.